Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ералым. Менің бір қоңыр тауығым жұмыртқаға жатып еді. Соған кеше жұмыртқа сатып алдық. Осы видеода көрсете кетем. Мраморный кахенхин, жоқ, черный кахенхин, потом полуголубой кахенхин, содан кейін светлая брама жұмыртқасын алғам. Өзіміздің Талдықорғанда Ринат деген жақсы заводчик бар, содан сатып алдым. Әзірге 13 жұмыртқа алдым. Алай берсе бізде мына жерде күн бұзылып жатыр, жаңбыр жауып жатыр. Алай берсе күн шығып, бәрі жақсы болғанда уже инкубатор жасап, брудер жасап, кішкене көп жұмыртқа алып, көп жұмыртқа салам деген ойда бар. Бәрі погода бұзылып жатыр, міне, ауа райы. Қазір сол сіздерге сол тауығым көрсетем. Құрық болған жаңа кахенхин жұмыртқаларын көрсетем. Болым андеш кеттік. Сол жалпы екі тауығым жұмыртқа басып жатыр данный момент. Бір тауығым астында өзім жұмыртқаларым жатыр. Міне мыналардың жұмыртқалары жатыр. Осылардың жұмыртқалары жатыр. Бидайларын сеуіп қойғам. Так, ал мына жерде бер жағындағы. Ой, суы қатты ғой. Аналар суы қатты, достар, қараңыздар. Бізде ауа райы бұзылғаннан су болып жатыр. Мына тауығым қайттан тұрып кетті, бұл өзі сонда охлаждениесі. Бұл мешать етеді. Мына тауыққа таптап орнына барып жатса екен. Орнына барып жаттық. Бұл тұрып жүреді қазір, әрине. В общем, сіздерге көрсетейін дегем. Мраморный кахенхин жұмыртқасын. Бісміллә, мынандай жұмыртқа болады. Осындай міне жұмыртқа. Міне мына тауығым басып жатыр. Астында мраморный кахенхин. Алла шүкір, мынандай жұмыртқа міне сопақтау болып келеді. Міне мына тауығымыздың өзінің жұмыртқалары. Вот, сол жалпы. Осы тауықтарымды кіргізем деген ой бар. Себебі күн суық болып кетті. Что-то жаңа көрген тауық уже тоңып қапты, суы қапты. Сол тауық суы қапты. Қазір бұларды кіргізем. Сіздермен бірге кіргізетін болам. Бұлардың бәрін қазір загонять еткенде көрсетем. Міне тауықтарым кіргізіп қойдым, достар. Бәрін цесарка бәрін кіргізіп қойдым. Мына жерге осында оборудование саламыз. Әдейі екі қырық тауық жатқызайын деп. Оны алай бітсе ертең кешке жасаймыз. Себебі бүгін күн бұзылып кетті. Сіздерге осыны көрсетейін дегем. Жалпы 40 тауығым астында не қандай жұмыртқа салғанымды. Осы сау болыңыздар. Бәріне жақсы болсын. Амин. Сау болыңыздар. Ассаламағалейкум.